Бұқтырма, айналайын бұқтырмам, өмірдің сәнін ұқтырған. Жағаңда сенің тамсанып, қызығып талай тік тұрғам. Бұқтырманың жағасы, ол кезде әлі баламыз. Қазанды тасқа қоямыз, толтырып су құямыз. Астына отты жағамыз, кірді де жиі жуамыз. Бұқтырмаға бір шайқап, оны да әкеп жаямыз. Жалпақ өткел суынан жалаң аяқ кешеміз. Бейнек алып келгенде қуанады шешеміз. Қазіргідей дайын зат ол кезде қайдан болады? Егінің арғы шетінен сирек өскен сібірткі қолға әзер толады. Арқалап үйге жеткенше буының босап талады. Маңайда болды көп қыздар, мәншүк бастап топ құрар. Көрші ағамыз Оралхан өте беріп доп тұрар. Оралхан Бөкей ағамен көрші болып тұрдық біз. Араласып сол үймен тату тәтті жүрдік біз. Ағам оның құрдасы, кластасы сырласы. Сол жылдары олардың екеу болды бір басы. Толқындар ұрат жағаға, бұқтырма шалқып ағама. Сылдырап аққан бұқтырма, рух берді ораш ағама. Бұқтырмаға қарасам, самалы соғат жағадан, сол бұқтырма бойынан талай ақын тараған. Өйткені ақын ағаның үйінің де есігі бұқтырмаға қараған. Оралхан Бөкей есімі жер жүзіне тараған.